Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен алмалы бәліштің рецептімен бөлісемін. Пирог өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін майға қантты қосып, жақсылап екеуін араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Пирогымызға қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Енді осының үстінен ұнымызды қосып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады бізде. Осыны формамызға орналастырамыз. Менде 24 диаметрлік форма. Осылай қолмен жазып, барлық жерін бірдей қалыңдықта орналастырып шығамыз. Міне дайын болды. Енді осыған жұқалап кесілген алмамызды осылай видеода көрсетілгенде қойып шығамыз. Енді үстінен қант себеміз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.